Азекең 9 жылдан бері таңғы 4:30-да тұрады. Аптасына 6 рет спорт. 6 күн. Осындай әдеттерді қалай қалыптастырамыз және оны қалай тастап кетпейміз? Бойымыздағы жаман әдеттерден қалай құтыламыз? Біздің өміріміздің 95% әрекеттеріміз әдет. Екі нейрон арасында байланысты қалыптасты, синапс деп атайды. Синапстар бірімен бірігіп кетті, сыртынан миелиновая оболочка жабылды, бітті. Ол әдет болды сізде. Азиз, бұрыннан бері әдетіңіз мықты болған ба? Зерттедім ғой соны. Қалай болды, мынау не болды, анау қалай істейді деп. Сосын өміріме енгізе бастадым. Кезек еще әдетті андай бүйтіп, қазір видео көріп алып, болды, 10 әдетті өміріме тығамды, қиын ол. Бір әдет қанша күнде қалыптасады? Ең тез әдет қалыптастырған адам 18 күнде қалыптастырады. Одан көпшілік 21 күнде қалыптасты. Сол үшін бізде 21 күн деген сөз бар. Мың көп нәрселер білесіз ғой негізі. Ол анда накопительный эффект қой, жиналып бір күн шыға береді да. Әдет. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, сіздер Ерсін Сұлтан каналындасыздар. Бүгін бізде Азамат мырзамен кезекті шығарылым. Бүгінгі шығарылымда біз әдет қалыптастыру, жаман әдеттен құтылу. Азекең 9 жылдан бері таңғы 4:30-да тұрады. Непрерывно айына 6 жылдан бері аптасына 6 рет спорт. 6 күн. Аптасына 6 күн спорт. Осындай әдеттерді қалай қалыптастырамыз және оны қалай тастап кетпейміз? Мысалы, біреуміз тренировка бастаймыз, біреуміз бір нәрсені бастаймыз. Аламыз да 1 айдан кейін, немесе максимум 1-2 айдан кейін, немесе 1-2 аптадан кейін тастап кетеміз, немесе бойымыздағы жаман әдеттерден қалай құтыламыз. Сол тақырыпты ашатын боламыз. Азекеңмен бұл негізі 13-ші шығарылым. Егер де осы видео сразу кірсеңіз, бірінші осыны бітіріп алыңыз, бірақ бұдан бөлек артта тағы 12 подкастымыз бар, соны көріп шығыңыздар. Алдағы уақытта тағы общий бір 30 шақты подкаст түсіру ниетте бар. Ал Азеке, әдеттің бір... Әдет. Мынау нәрсе. Біздің өміріміздің 95% әрекеттеріміз әдет. 95%. Әдет дегенім, анау кейбір кезде ойлап қаламыз андай. Спортпен айналысу әдет деп, басқалар әдет емес деп. Сіздің таңертең оянуыңыз әдет. Қаншада оянуыңыз ол әдет кәдімгідей. Сіз таңертең тұрған кезде қалай аяқпен тұратыныңыз ол әдет. Сіз ұйықтап баратқан кезде біреулер бүйтіп оң жақ қарына жатады, біреулер сол жақ қарына жатады, біреулер жастықты құшақтап жатады, біреулер аяғын ортасына көрпетті қалады деген сияқты, ол да әдет. Оның бәрі әдет. 95% фоновый режимде жұмыс істейтін әдеттер бар. Жаңағы тісіңіз тазалаған кезде қай жақтан бастайтыныңыз әдет. Сіз күнде бір жақтан бастайсыз. Ойламайсыз оны. Давай бүгін оң жақтан бастайын, кеше сол жақтан бастайын деп ешкім ойламайды. Әдет. Осындай әдеттеріміз біздің қалыптасып қалған, басқа нәрселерді біз қалаған нәрсеміз сол жерге әдет қылып тағып жібере аламыз. Анау Шварценеггер әлі күнге дейін тренировка жасайды ғой жаңағы фитнеста. Соны сұрайды ғой кім? Жүргізуші. Осынша жыл шаршамадыңыз ба тренировка жасаудан дегенде, айтады, сен тамақ жеуден шаршаған жоқсың ба деп ше. Тамақ жеу тоже әдет. Бір потребность. Енді мен денемнің физикалық жағдайыма тамақ жеу не болса, потребность болса, мен рухани жағдайыма азық беру, ол да потребность. Осы әдет болып кету керек. Әдет. Кітап оқу әдет болып кету керек. Бәрі әдет болып кету керек. Енді әдет қарапайым тілмен түсіндірсек, ол не? Ана мидың бөліктері бір нәрсе демей-ақ. Екі нейрон бар. Екі нейрон. Нейрон мен нейрон арасында хабарласу үшін белгілі бір уақыт керек. Өте аз, бірақ бір-біріне байланыспаған нейрондар ақырында уақыт өте келе біз жаңа нәрсе үйрендіңіз. Мысалы мен жақында саксофон үйрендім. Саксофон? Саксофон үйрендім. Өмірі істеп көрмеген нәрсе. Менің айдаладағы нейрондарым бір-бірімен байланысу керек болды ол үшін. Анау нені дұрыстап үрлеуің керек, анау басып үлгеруің керек, ол деміңді қайтып алып үлгеруің керек, мұрынмен алатын жер бар, сосын ауызбен дем алатын жер бар, сондай жерлер бар. Бәрін есептеп отырып, ол өмір істеп көрмеген нейрондар. Енді хабарласты бір-бірімен. Ақырын байланысты. Енді басында әлсіз байланыс, анау ақпаратты былай қарай жіберу үшін біраз уақыт алды. Бірақ шамамен 40 күн өте келе сіз тура көлік айдаған кезде қазір уже қарамайды адамдар. Басында бірінші отырған кезде деп жолға қарап, айнаға қарап, шетіңе қарап, майндфонды өшіре алмай сөйтіп отырасың, бірақ қазір майндфонды өшіріп, сотка шұқылап уже кете бересің. Әдет болып қалған. Енді екі нейрон арасында байланыс пайда болды. Жаңа екі нейрон арасындағы байланыс қалыптасты, ақырындап қалыптасты да, енді бұл
бекітілді, нығайды ғой. Көп ақпарат барып жатыр. Ақпарат көп жүрген сайын сол жолмен менің миым мынандай шешім қабылдайды. Ақыры мына екі нейрон көп хабарласып жатыр бір-бірімен. Давай арасын жеңілдетіп тастайық. Арасынан энергия аз жұмсап, ақпарат тез барсын. Сонымен ол нығаяды, одан кейін сыртынан миелиновая оболочка деген нәрсе қапталады. Байланысты. Оған қарамай сыртынан проводтың сыртындағыдай қалыптасты. Енді екі нейрон арасында байланысты қалыптасты, синапс деп атады. Синапстар бірімен бірігіп кетті, сыртынан миелиновая оболочка жабылма, бітті. Ол әдет болды сізде. Ол әдет болды. Енді менің миым үшін А нейроны мен Б нейроны арасында ақпарат жіберу, білмеймін, 0,1 миллионнан бір секунд уақыт алады, өте аз, және өте аз энергия алады. Менің миым осы жолды таңдайды всегда. Зачем? Қарсыласпайды. Ерінбейді. Зачем маған мына жақта А мен Б байланысып тұрған кезде А мен С-ны байланыстырам, арасында байланыс әлсіз, синапстар енді құралып жатыр. Синапстың сыртында миелиновая оболочка жоқ, ми таңдайды. Так, мен мына жерден оңай жіберем энергияны, ақпаратты. Не істеймін ана С-ға жіберіп. Все, сол сізде әдет болып қалады. Енді бұл жай ғана мидағы структура. Енді бұлай не тұрғысынан қарайық, жұмыс істеу тұрғысынан. Әдет мынандай кезде жұмыс істейді. 3 компоненті бар. Бір сигнал бар, бір триггер. Темекі шегетін адам не үшін темекі шегіп кетеді? Или ол тамақ жеп шыққаннан кейін темекі шеккісі келеді, или бір стрессовый жағдай болған кезде темекі шеккісі келеді, или пәленшемен бірге тұрғанда темекі шеккісі келеді. Бұл триггер. Менің жылдар бойы миымда қалыптасып қалған триггер. Мен тамақ жедім ба, тың сигнал ойнады, значит болды, темекі шегу керек деген сияқты, иә. Білмеймін, ана пәленшемен кездесіп қалдым ба, тың триггер. Триггер ойнайды. Триггерден кейін сіз әрекет жасайсыз. Екінші әрекет. Әрекеттен кейін нәтиже болады. Нәтиже білмеймін, өзімді күшті сезініп қаламын дейді, немесе бір нәрсе. Осы 3 компонент бар. Триггер, әрекет, нәтиже, триггер, әрекет, нәтиже, триггер, әрекет, нәтиже. Бүкіл әдетте осы бар. Мысалы, менің сағат күндіз 11-лерде басым ауыра бастады. Мен тұрамда шай ішу керек деймін. Триггер ойнады ғой, тыңқ басым ауыра бастады, сигнал, әрекет, шай ішу, нәтиже басың ауырған қояды. Немесе кофе іше беретін адамдар бар. Кофе ішу, тура солай. Әдет болып кеткен. Немесе қандай маркетингте күшті қолданады әдетті. Күшті қолданады. Мысалы, Coca-Cola рекламасында Coca-Cola'ның рекламный әрекеттерін естіп, мен шок болғам. Coca-Cola сіздің көзіңіздің ашып жұмғаныңызға қарап определять ете алатын алгоритм сатып алып, зерттеп, жасатқызып ғалымдарға сізге ұнайтын контент пен ұнамайтын контентті сіздің камераңыз арқылы көреді. Coca-Cola голубой жігіттерге еркектердің Coca-Cola рекламы жібереді. Бізге ханым Coca-Cola ішіп, пляжда жүгіріп барып кола ішіп жатқан шығады бізге. Жігіттер ол біледі кімнің қандай екенін. Мен реклама шыққан кезде көзімнің маркет ету арқылы біледі екен, қай контент маған ұнап жатыр, ұнамай жатыр. Соны сатып алады Coca-Cola. Қарсаңшы қалай істейді? Қазақстанға 5 бармақпен отбасы құндылықтар маңызды ғой бізде. Атасы, апасы, немересі жүгіріп келеді, құшақтайды, бәрі 5 бармақ жүгіріп отырады, жеп отырады, қасында кола отырады. Менің миыма сіңдірді. Шашлык жесең кола, бургермен кола, барлық жерде кола, холодильниктің тегін әкеліп береді саған, сатсаң болды. Деген сияқты, енді жақсы бір шашлык жеңші. Кола бар ғой, напрашивается ғой. Ана кәдімдей... Шымен шашлыкпен вообще басқа нәрсе ішпейсің ғой? Ана қортат деген ой бар еще бізде жаңа. Нифига қортпайды. Бірақ анау қортуға көмектеседі. Қортылмай жатыр, тамақ ше деп ше, бір кола зыр еткізу керек. Бір кола керек болып тұрды ше. Тіпті мен сізге айтайын. Coca-Cola анау бүйтіп ашқан кезде фс деген дауысқа дейін зерттейді. Қандай дауыс сізге жағымды? Ана дауыс өзгермейді. Типа басқа бутылкада қыш деп, мынада қыш деп шықпайды ол. Бірдей дауыс шығады, байқап көріңіз. Ана стеклянный, нелерді ашсаңыз, ашқаныңызда тс деген дауыс бірдей шығады. Банның ішіне де піс деп басады. Қанша газ керек ол үшін, қанша давление керек, ол да зерттеулі. Coca-Cola біледі сіздің. Енді сіз бургер жедіңіз ғой, менде мысалы сигнал болып қалды үшін. Бургер жедім ғой. Мен бургер жемейтін адаммын. Анда бургер жеймін. Я білмеймін, 2 аптада бір рет бургер жеймін. Ол ондай күнә емес. Бірақ негізінде жемейтін адаммын, более-менее. Мен кола ішпейтін адаммын. Бірақ бургер жеймін ғой.
кеше 1 сентябрь бала шағаммен жаңағы неге бардық, ашылу салтанатына бардық, мектептің жаңағы линейкаға бардық, шықтық та папа тамақ жейікші деді, кеттік тамақ жейік деді. Бардық, бургер жедім. Яғни сигнал мен дедім, болып қалған ғой, сигнал. Тың сигнал, бургер жеді ғой, кола ішу керек. Кола ішкеннен не болады, ана бір басылып қалатын сияқты ма, бір тамағыңды бір әдемі бір су салқындатып өте ма, бір нәрсе болып қалды да. Әдет болып қалған. Ішпедім кеше ішпедім. Бірақ негізінде ішемін мен ше, сондай кездерде. Сигнал тауып алсаң болды. Мына үшеуін анықтай алсаң болды. Кез келген әдетте. Мен білмеймін, сізге жағымсыз бір әдетіңіз бар, мысалы кола ішіп қоясың немесе бургер жеп қоясың немесе әшейін рилс көріп кетесіз деген сияқты, соны отырып зерттейсіз. Қашан мен рилс көріп кетемін? Мен офисыма барып, креслоға отырып, сағат 10-нан ерте келіп қойсам, ал бір рилс көріп кетеді екен. Так, сигнал деймін. Сигнал, креслоға отырдың, сағат қарадың 10-нан ерте. Әрекет рилс көру, нәтиже уақыт тез өтеді. Все. Мен сигнал мен нәтижені өзгертпей әрекет өзгерте аламын. Так, келдім, сигнал мен офиске отырып, неге отырып сағат қараған, сағат әлі 10 болмаса, мен креслоға кіріп кетемін, давай өзгертейік. Офиске кірдім, креслома отырдым, сағат қарадым, 10 болмады, сразу кітапты ашып. Болды. Әрекетті өзгерт, уақыт өтеді. Ана нәтижемен сигналды өзгертпейсің, бірақ әрекетті өзгертесің. Тауып алу керек сонша. Енді ана маркетингпен сізге күшті байланыстырып қойған уже. Стейк жесеңіз, кола ішуіңіз керек. Бургер жесеңіз, кола ішуіңіз керек. Ет жесеңіз, кола ішуіңіз керек. Кейбір жерде байқаңыз, бір дастарханға барасың ғой, бір қонаққа, кәдімгі ет асып тұрды, жанында көп кола тұрады мысалы. Әдемі. Бешбармақ коласыз менде қазір не? Иә, сол ғой, ана тамақ басатын сияқты. Негізінде қатты баспайды. Енді Pringles компаниясы анау бүйтіп сізден тістеген кезде, ана чипсыйды қықтырып деген дауыс бар ғой, сол өзгермейді дауыс. Ол дауыс өзгермейді. Ол дауысты ғалымдар отырып зерттеген кәдімгідей. Максимально сізге жағымды дауыс және сіздің ойыңызды алып алады. Pringles пен білмеймін, бір басқа бір Lay'стің қатты айырмашылығы жоқ не ретінде. Бірақ Pringles'тың дәмі бөлек. Ана қисайғаны бөлек. Соны бүйтіп тіліне қояды адамдар. Тіліне қойып ертіп жейтіндер бар. Ана бүйтіп қисайған кішкене. Ыдысы бөлек. Ыдысы негізінен қайсыз, оның қолың сыймайды. Бірақ сол ыдыспен алып отыр. Менде әдет болып қалды. Кезінде Америкада 1916-та ғой деймін, шатаспасам, адамдардың тісімен проблема болады. Сосын мемлекет кәдімгідей маркетолог, атақты бір маркетолог бар. Сол кісіні шақырып ақылдасады, қалай істейміз дейді. Проблема неде? Әскер соғысқа барады, бірақ тіс ауырады, қайтып кете береді. Содан басталады проблема. Әскерлердің тісі әлсіз. Тіс деген жаман ғой, ауырса. Басқа ештеңе ойлай алмайсың. Не істейміз дейді. Халықтың тіс тазалауға деген қақта бар, не етуіміз керек дейді. Сол жерде мемлекет маркетинг ход қолданады. Ол менің атын ұмытып қалдым ше. Маркетологтың, бірақ атақты маркетолог. Сол кісі мынандай нәрсе ойлап табады. Анау тамақ жеп болдың ғой. Сосын тістің сыртында табиғи түрде бір оболочка жабылады тісіміздің сыртына, біздің защитный. Эмаль ма? Эмальдің сыртына да жабылады, бір тайғанақ болып. Бір 2-3 күн тісің жумасаң бір бәле жабылады негізі. Ол негізі защитный. Анау сырттан неден қорғауға жабылады ол. Енді сондай бір нәрсе байқасаң, тіліңді бүйтпісің өтсің, сондай нәрсе байқасаң, тіс жуу керек деген идеяны кәдімгідей мемлекет баннер қойып, трасса қойып, бүйтіп, бәрін соны сындырады адамдардың миына. Енді біз тамақ жесек тісіміз жуымыз. Олар тісін жумайтын бет деймі бұрын? Иә, болмаған ол кезде тіс жуу деген идея болмаған көп ше. Одан кейін Colgate компаниясы шығады. Colgate компаниясы рынокты алып кетеді. Негізі оған дейін басқа компания еді. Colgate рынокты қалай алып кетеді? Анау тісің тазалап болғаннан кейін аузыңнан күшті иіс шығып тұру керек дейді. Ана ментол, мята, негізі ол зиян негізі. Біздің ағзамызға зиян нәрсе ол негізі. Пастаның иіс шықпаған жақсы. Иіс шығу үшін ішіне ментол қосады, мятаның нелерін қосады, кәдімгі мята қоспайды олар, химиялық не қосады да. Ол негізі жақсы емес тісімізге, бірақ бізге әдет қылып қалыптастырып қойды. Сен аузыңнан күшті свежий иіс шығып тұру керек дейді. Енді біз ол иісті іздейміз всегда. Сол үшін біз анандай бір крутой пасталар бар, негізі иіс шықпайды, бірақ көпірмейді де ол паста. Негізі көпіру үшін де бір зиян химиялық элемент қосады екен да. Ол да әдет бізде ше. Ойлаңызшы. Сіз қайсысын қолданасыз? Біз бір қазір айтамын. Менің стоматолог досым береді. Бір бәле ортокс бір бәле деген стоматологтан. Иіс шықпай ма? Ана иісі шықпайды, көпірмейді да. Негізі бір түрлі ше, тісің жуып жатсың, рахат емес па, әдемі аппақ көбік шығады, иісінен әдемі иіс шығады, күшті да. Анау деген жосын тазаланбай қалған сияқты деп ойлайсың да, әдет болып қалған ғой. Сөйтіп Colgate компаниясы атып кетті. Әдеттер арқылы.
енді біздің өмірлік әдеттеріміз бар, тамақ жеу әдет, ұйықтау әдет, бәрі әдет. Біз өзіміздің өмірімізге кез келген әдет сөйтіп қалыптастыра аламыз. Формуласын разбирать ете алсақ болды. Енді қорқытатын мәселе андай қанша уақыт айналысуым керек сонда бұнымен дейді. Өмір бойы ма дейді. Енді өмір бойы деген мәселе қате да. Сен өмір бойы қанша екенін білмейсің. Біреудің өмірі 10 жыл шығар, біреудің өмірі 100 жыл шығар, біреудің бір-ақ күн қалған шығар, Құдай біледі ғой. Бірақ өмір бойы айналысу керек па? Майо деген кезде анау де болып жүк болып көрінеді да, өсе қорқып кетесің. Давай өмір бойы айналыспайық. Давай дүйсенбі күні таңғы 7-тен 8-ге дейін жүгірейік. Сосын сәрсенбі күні таңғы 7-тен 8-ге дейін жүгірейік. Сосын жұма күні таңғы 7-тен 8-ге дейін жүгірейік. Болды. Келесі апта аман болып жатсақ, тағы да дүйсенбі күні жүгіреміз. Сәрсенбі күні жүгіреміз. Ана өмір бойы деген дәу жүк алып қалмау керек та. Осы менің әдеттерім. Енді әдеттің бірнеше бұрыннан бері әдетіңіз мықты болған ба? Жоқ. Неше қалды 9 жыл бұрын қалай басталды сонда? Таңғы 4:30-да тұру, кешкі стабильный кешкі 10-да ұйықтап қалу деген. Зерттедім ғой соны. 9 жыл бұрын зерттедім. Иә, қалай болды, мынау не болды, анау қалай істейді деп. Сосын өміріме енгізе бастадым. Кезек-кезек еще әдетті андай бүйтіп, қазір видео көріп алып, болды, 10 әдетті өміріме тығам деп, қиын ол. Мен бүйтіп айтамын, 3 апта, 2 аз болып қалатын шығар, 3 аптада 2 немесе 3 әдет өміріңізге енгізесіз. 2 немесе 3. Мысалы, мен ерте жату әдетін енгізем, болды. Мен ерте жату, ананы істеу, мынаны істеу, бір айдан кейін бәрін бітірмесем, бір страшный нәрсе болатын сияқты деп ойлап қаламын да. Мен қызығы долгосрочныйға ұстап тұру. Андай челлендж, давай 40 күн жарысамыз дегенде мен мынау сұрақ болды. 1 жылдан кейін интересно кім жасап жүреді екен әлде. 2 жылдан кейін кім жасап жүреді екен. 40 күн жарайды істеп береді ғой. Одан қалып қойса қызық емес қой. Осындай нәрселер зерттедім, мен өміріме енгізе бастадым. Ең бірінші мен просто ерте оянуды енгіздім. Кейін оянғаннан кейін просто кітап оқу уже әдет бола бастады. Одан кейін жазу әдет бола бастады. Бәрін алып бір күнде тығып жүрген жоқпын да. Өте қиын ғой ол. Өте қиын. Сосын ерте оянудың өзін алып, делік сағат 9-да оянып жүрген адам тағы 5-ке секірген жоқ мен. Жарты сағат артқа жылжыттым. Соны денем үйренді 2-3 апта. Қайтадан жарты сағат артқа жылжыттым. Денем үйренді 2 апта. Тағы да жарты сағат артқа жылжыттым. Денем үйренді 2 апта. Сөйтіп алып келдім. Бұны үйрену керек. Ана мен денемде гомеостаз деген нәрсе бар. Мен денем бір нәрсені норма деп қабылдаған кезде ол әдет болды. Гомеостаз деген гормон болды не ол? Жоқ, гомеостаз ана бір көрсеткіш қой, типа норма келді міне деп. Міне осында мен денем. Мен салмағым гомеостаз ұстап алады 90 күннен кейін. Мысалы бір салмақпен 90 күн жүрсем, одан кейін менің ағзам айтады, менің гомеостазым осы екен, менің нормам осы екен дейді. Психологияда да дұрыс солай. Яғни бір әдет қанша күнде қалыптасады? Бұған қатысты зерттеу болады. Кәдімгідей көп адамды сөйтіп әдеттер тапсырмаларын береді. Сол жерде ең тез әдет қалыптастырған адам 18 күнде қалыптастырады. Одан көпшілік 21 күнде қалыптасты. Сол үшін бізде 21 күн деген сөз бар. Енді 67%-ма нақты әдетті 42 күнде қалыптастырады, 6 аптада. Одан кейін 90 күнде уже гомеостаз. 90 күнде сіздің денеңіз оны істемесе бір түрлі болып қалады уже. Мысалы мен қазір 10:30-да ұйықтамасам бір түрлі болып қаламын. Мен қазір 4:30-да тұрмасам бір түрлі болып қаламын. Басым ауырып тұрады мен. Деген сияқты. 4:30-да. Гомеостаз. Кім? Дэвид Голгинс 3-те оянады ғой. Ол кім? Анау атақты военный жігіт Америкада 101 килограммнан 70 килоға түседі. Качок. Точно көрдіңіз ғой YouTube-та атақтан деп қара нәсілді жігіт айқайлап әңгіме айтады. Сол мысалы қазір атақты Америкада еще ол генерал болып кетті, ме нәрсе болып кетті, мықты да, военный болды. 3-те ойнады ғой. 3-те ойнады жүгіреді ғой. Күнде. Бүйтіп айтады ғой, сен ұйықтап жатсың ғой дейді, мен сені жеңемін дейді, короче. Қай тақырыпта болсам да мен сені озамын, потому что мен 3-те тұрамын дейді. Мен сен оянғанша 3 сағатым бар дейді, өзіме қоямын ол уақытты дейді. Или нешеде жатады сонда? Білмеймін, оны естімедім. 9-ларда шығар? 8-9-да ұйықтап қалады шығар. 8-9-да. Анау жаңбыр жауып тұрған кезде бір әңгіме айтып жүгіріп баратын жігіт бар, сол түнде қараңғы жүгіріп келе жатыр, отжимание жасайды асфальттың үстінде, шалқып тұрып. Қалай долгосрочно тастап кетпеуге болады? Долгосрочно тастап кетпеудің андай бір нелері бар, фазалары бар әдеттің ше. Бірінші фаза маған не үшін керек деген сұраққа нақты жауап бере алмаймын мен. Просто прикольно бәрі істеп жатыр ғой деген болмайды.
круто же 4:30 ояну, мен де тұрамын деген болмайды ол. Маған не үшін 4:30 ояну керек? Мысалы мен 4:30 оянып, егер нақты жоспарым болмаса ұйықтап қаламын мен. Басың ауырады. Болған мен басында. Иә, менде де болған. Тұрам, не істерімді білмеймін, уақыт жаман көп қой кәдімгідей. Иә. Ана обычно бір 12-1-лерде тұрып жүрсең, андай да уже кешкі 6-да уже бір андай болады ғой, бір уақыт. Ал таңғы 4-5-те тұрған кезде уже сол уақыт кәдімгі 12-де ощущаться етіледі ғой. Сол. Әлі менің бір 9-10 сағатым бар ма деп ойлайсың да? Сол. Отырмын, ояндым, бірақ жоспарым жоқ таңертең. Не істеймін деген, прям по минутно жоспарым болу керек мен. Жоқ, не істеймін? Ұйықтаймын енді. Ұйқым келеді, басым ауыра бастайды, ұйықтап алайын кішкене дейсің де болды кетті. Бірінші сұрақ, не үшін маған керек? Бұлай дейді. Сізге не үшін керек? Маған өзіме уақыт бөлу керек болды. Менің уақытым жоқ болды. Мен ол кезде жұмыс істеймін ғой бір мектепте. Мен таңғы 8:30-нан кешкі 6-7-ге дейін мүлдем бос емеспін. Кешкі 6-7-де үйге келіп, бала шағаң бар, анау бар, өзіңе уақытым жоқ. Менің өзіме бөлетін уақытым тек қана сол таңға сыйғыза алдым мен. Сол үшін маған қатты керек болды. Мен минут жоспарлайды. Қашан су ішетінім, қанша су ішетінім, балмен суды қашан ішетінім, қашан кітап оқимын, қашан жазамын, қашан жүгіріп қайтамын. Бәрі минут жазулайды ше. Ана Японияда бір жігіт бар еді бір, видеосын көргем. Ровно тұрады, сол туралы бір фильм ба, сериал бар. Минутмен бәрін ровно жүреді. Көрмегенсіз ба? Иә, көрмегем. И сол мәселе мені кәдімгідей уақытым жоқ еді мен. Мен ұйықтауға уақытым жоқ еді. Оянып алдым ғой, болды мен. Бір қарасам сағат 8 жұмысқа кету керек, болды кетесің. Деген сияқты. 3 сағат деген сияқты. Қазір керек па сізге? Қазір ондай жұмыс? Қазір керек жоқ менде. Бірақ тұрып жүрсіз. Жұмысқа бару деген не жоқ қой. Бірақ сонда да тұра беремін. Неге? Өйткені анау маған ләззат қой анау. 4:30-да тұрмын ма? 4:30-да тұрып, анау отырып, мен ана кітап оқыған сайын мен андай дофамин аламын ғой мен ше. Мынау не деген ақпарат деп сосын бөліскім келеді күндіз сториста ше. Ана идея келіп қалды, срочно бөлісуім керек деген идеялар әдетте таңертең келеді. Қалай миыңызға сақтайсыз? Мысалы, мен лично басқа кісілер де сондай деп ойлаймын. Енді кітап оқимыз да, жартысы мидан шығып кетеді. Мен сақтауға тырыспаймын да. Өзі қалып кетеді ма? Керегі қалады, керек емес кетіп қалады. Ұмытып қаламын. Мен кітаптың 100% есімде жоқ мен. Мен бір кітаптан 2-3 мәселені өміріме енгізе алсам, ол кітап супер кітап мен үшін. Мың көп нәрселер білесіз ғой негізі. Ол анда накопительный эффект қой, жиналып бір күн шыға береді да. Бірақ онда идея да жоқ та. Ми пук библиотека башылама миыңыз. Ашыла береді. Кейін екінші мәселе, бұны қашан бастаймын деген сөз. Бірінші не үшін әдет қалыптастырамын, нақты жоспар болу керек. Екінші қашан бастаймын? Бүгін бастаймын. Ертең жоқ бізде. Ертең бастаймын, 1 сентябрь бастаймын, жаңа жылда бастаймын, 27-ге толғанда бастаймын деген өтірік әңгіме. Бізде бүгін ғана бар. Бүгін бастаймын. Енді бүгін бірінші қадам жасап қойым керек та мен. Андай, мысалы тұрып та кешке 7-де біреумен сөйлесесіз, немесе қазір көрермен түнгі 9-да көріп отыр наны. Үй тұрып та, мен бастаймын, ертеңнен бастап жүгіремін деді та. Болмайды ол. Бүгін бастау керек. Енді бүгін далаға шығып жүгіріп кетесіз ба? Жоқ, не істеймін? Бүгін соған қатысты әрекет жасап қоймын. Білмеймін, кроссовкамды дайындап қоямын, киімдерімді дайындап қоямын. Болды, мен ертең таңертең дайындап қоймын. Яғни бүгін басталды әдет. Жүзуге жазыламын дедім. Так, бүгін түнгі 9-да кетіп қаламын. Значит, не істеймін? Хотя бы интернетке кіремін, іздеймін, қай жерге барамын, қандай тренер бар деген сияқты. Может, заявка қалдырып қоямын. Бірінші қадам жасау керек. Бұл бүгін. Келесі мәселе, жоспар құрамын. Маған нақты қандай әрекеттер жасау керек. Мынау. Төртіншісі, не нәрсені өмірімнен азайтуға дайынмын осы үшін. Мысалы, кейбір адамдар бар, кездессең бір болмайтын әңгіме айтып кетесің. Осы кісілермен аптасына білмеймін 5 рет кездесіп жүрсем, 1 рет кездесіп азайтайын осыны. Бір нәрсе. Не нәрсе қиюға дайынсың? Уақытымды қиюға дайынмын. Все, давай. Онда мен ана кешке қарай отырып алып, жігіттермен шай ішіп, әңгімелесетінден соны азайтайын. Деген сияқты. Сонда не нәрсені қиюға дайынсыз? Осылай этаптардың бәрін қарастырып алу керек, содан кейін кірісесіз. Сосын 42 күн бір нәрсені жасамайынша отырып алып анализ жасауға болмайды. Анализ. Менікі ма, менікі емес па, керек емес па деп 42 күн жасаймын мен. Содан кейін отырып анализ жасасам болады. Так, ұнады ма маған, тіпті мен айтар едім 90 күн деп ше. Бір спортты бастадыңыз, 90 күннен кейін өзіңізге сұрақ сұраңыз. Қалай болып жатыр жалпы? Жалғастыра берейін ба, или может маған керек жоқ па деген сияқты ше. Мысалы, мен қазір уже қанша 6-7 жыл болды фитнеспен айналысып жүргеніме, қазір ойлап отырмын, может бассейнге ауыстырайын соны деп ше. Ана 3 күн фитнес, 3 күн күрес еді ғой.
бассейнге ауыстырайын ба деген сияқты. Бірақ ол 7 жылдан кейін да. Андай емес, бір айналыстық, что-то не мое деп ше. Түсінбейсің сен бір айда. Шамамен 90 күннен кейін күшті түсінесің. Керек па керек емес па деген сияқты. Осындай мәселелерді 42 күн минимум, болмаса лучше 90 күннен кейін өзіңізге сұрақ сұраңыз. Керек пе екен, керек емес пе екен деген сияқты. Әйтсе бір ай жасағаннан сіз дәмін сезе алмайсыз. Былай болу керек та. Әрекет жасадыңыз, сосын шамамен 90 күн нәтижесін көрдіңіз ғой, сізде қайтып жасауға мотивация болады. Не қайтып жасау, круг өстіп айнала береді. Бірінші әрекет, бірақ бірінші мотивация емес. Бірінші әрекет, екінші нәтиже, үшінші мотивация. Бірақ біреулер бірінші мотивация деп ойлап қалды да. Маған мотивация берші, істей алмай жүрмін дейді. Мотивация деген нәтижеден кейін келеді. Мотивация қайдан аласың дейді. Бір күні инстаграмда бір кісі жүрген, брат, мотивация берші деп ше. Ай жоқ, шай жоқ, сәлем жоқ, кімсің сен? Ештеңе жоқ, просто мотивация берші деп. Қанша килограмм деп жазып жүрдім. Не ол мотивация, сен неме айналысасың, кімсің, жасың қаншада? Мен білмеймін осыған қандай мотивация керек екенін. Бірақ бірінші әрекет. Енді азыге жақсы әдеттерді бәрі бүйтіп күшті деп отырады ғой, енді конкретно адамдардың нелерін айтайық та. Бол. Бол деп айтсақ болады. Ішімдік мысалы. Ішімдік қандай кезде ішеді адамдар көбінесе? Сізге жазатын шығар енді адамдар. Ішімдік бар, темекі бар, одан фастфуд, тамақ жеу мысалы, депрессия кірген кезде мысалы көп тәтті жеп қоятын, шоколад жеп тастайтын, или тамақты ұратын до конца ше. Сосын таңертең болады, ұйықтап қала беретін, может, депрессия кезде. Таңертең қандай әдеттер болады? Компьютерге кіріп кету. Мен есімде болған жағдай. Нелер бар тағы? Мындай ана жаңағы сол формула бәріне жұмыс істейді, жаңағы триггер, сигнал, әрекет, нәтиже. Осы үшеуге. Каждый бүйтіп тоқталып кетеді да мысалы. Енді мысалы темекі шегеді. Делік Сәке. Сәке деген досы бар. Ол жігіттің, немесе ол қыздың. Сәке екеуі всегда сағат 10:30-да что там кеттік па деп бір-біріне нетеді да, далаға шығып темекі шегіп қайтады офиста. Енді триггерлардың бірі ол Сәке. Мен темекі шегуімді есіме түсіретін триггерлардың бірі ол Сәке. Сәке деген адам ренжіп қалмасын, мысал келтіріп жатырмын. Мен Сәкені ауыстыруым керек. Қалай ауыстырасың? Сәкені көргенде жаңа темекі деген кезде мен басқа әрекетпен ауыстыра алуым керек, немесе Сәкеден пока что алыстай тұруым керек. Мысалы сіз не істедіңіз? Мен Сәкеден пока алыстай тұратын едім. Немесе темекі шегейік деп шығатын кезде мен білмеймін 15 рет приседание жасап істеп көретін едім 2 апта. Мысалы темекі шеккім деп тұр ғой, далаға шығамда 15 рет приседание жасаймын. Все. Темекі шеккім деп тұр ғой, сигнал пайда болды ғой, сразу барамын 15 рет приседание жасаймын. Енді менің миымда жаңа жол бар. Темекі шеккен кезде приседание жасайды екенбіз деген. Все. Нәтиже қандай? Нәтиже бас айналған, бас ауырған басылады, өйткені қан айналады ғой. Жүрек қаттырақ соға бастайды. Кәдімгідей нәтиже бар уже. Кофеде де тура сол. Мысалы, бір чашка кофені көп ішіп кеткен адамдар үшін, бір чашка кофені 15 приседаниемен ауыстыруға болады дейді. Кәдімгідей эффект бірдей. Қан айналымы анау жақсарады, бас ауырған қойылады деген сияқты. Сонда түсінеміз, сигнал пайда болған кезде әрекетті өзгертеміз. Мүмкін болса алыстай тұрамыз. Болады ғой. Кейбір таныстарыңыз шынымен бір болмайтын әңгімелер айтады. Ол енді таныс қой ол. Майқайымда бір жігіттермен кездескенде бір болмайтын әңгімелерді есім ақырында азайта бастаймын олармен кездесуші. Ол менің крутой өзімше болып кеткенім емес. Ол мен олар менсінбей кеткенім емес. Вообще пайда шығаным просто. Оны ақырында азайта бастайсың кездесушілерді. Айына бір рет кездессек нормально, күнде емес деген сияқты. Бір кісілермен кездессең кәдімгідей саған ана түріне қарасаң бір иман есіңе түседі ше, бір ұялып кетесің ғой бір кісілермен кездессең. Мен неден күнәһармын деп қаласың ғой түріне қарап ше. Сондай кісілер болады, сондайлармен кездесуді жиылатамыз. Көбірек кездесейік, ана маған пайдалы нетіп отыр. Таңдау ғой, сіз таңдай аласыз. Енді главный бір формула бар, хальт деген. Хальт. H-A-L-T, немісше хальт деген сөз, тоқта деген сөз, стоп деген сөз. Осындай бір формула бар, сіз сол кезде әдетті бұзасыз. Сіз өзіңіздің күшті әдетіңіз бар, мысалы тамақ дұрыс тамақтанасыз, білмеймін, фастфуд жемейтініңіз бір бөле бар, қашан бұзады адам? Бұзады мынау 4 жағдайда. Біріншісі хальтта. H, hungry деген ол аш кезде. Қатты аш кезде адамдар әдетін бұзады екен. Мысалы сіз күшті диетический тамақ жеп жүрсіз, сорпа, дұрыс салат жеп жүрсіз. Бір күні таңертеңнен завтра кешке дейін бір нәрсе тірліктер бітірдіңіз. Тірлікпен жүрдіңіз. Тамақ жеу есіңізден шығып кетті. Түнгі сағат 10-да келеседі.
енді есіңізге түседі, қашан қолыңыз босаған кезде есіңізге түседі. Тұрасыз да давай кеттік бір жерге барып дөңер жейік. Мощный жұмыс жасадың ғой да. Мощный әдетіңізді бұздыңыз, қатты қарныңыз аш кезде. Екіншісі angry, қатты ашуланып тұрған кезде. Қатты ашулы кезде сіз әдеттеріңіз бұзып жүрсіз. Бір нәрсе қират, құрындар бар, нәрсе деген сөз. Сол кезде адамдар темекіні тастаған болса қайтып тастап кететін кездер сол. Үшіншісі lonely, жалғыз кезде. Ештеңе бір нәрсені сөз бердіңіз істемеймін деп, бірақ жалғыз қалып қалған кезде істеп кетуіңіз мүмкін. Сосын төртіншісі tired, қатты шаршаған кезде. Осы төртеуінің екеуінен асып кетсе бітті, сіз скорее всего әдет бұзасыз. Енді осы кезде не істеу керек? Сразу басқа әрекет жасап кету керек. Далаға шығып кету керек. Мысалы үйде отырсыз, холодильникте әдемі болып кола тұр, сіз жалғызсыз кино көрейін деп жатсыз, тұрасыз, жоқ далаға шығып кетесіз. Немесе бір стакан су ішіп жібересіз. Негізі төгіп жібересіз. Иә, аны білесіз. Сосын хотя бы жаңа төртеуін мен қайсымын, қатты қарным ашып тұр ма, ашуланып тұрмын ба, жалғызбын ба, қатты шаршап тұрмын ба деген сұрақты өзіңізге сұрасаңыз, уже түсінесіз сіз не үшін қазір бүлдіргіңіз келіп тұрған ше. Мен просто жалғызбын, сондай досыңызға. Ареке қалай жағдай, бір нәрсе емес. Короче, сол даусын естіп қойын деп үйде отырғанмын, бірден бір нәрсені бүлдірейін деп отырмын да, сонда деп ше, болды. Әңгіме айтсаңыз уже тоқтайды мәселе. Түсінсеңіз болды, не үшін болып жатқанын түсінсеңіз уже күшті ше. Әдетте сол бір адамдар триггер, немесе бір оқиға триггер, немесе бір жерлер триггер сізге. Жерде, локацияда. Локацияда триггер ғой, локация. Мысалы, бір жыл, 2 жыл жүрген парочкалар бар, қыз жігіт болып жүреді да. Сосын ана қыз сол Арбатта жүрсе жылайды. Арбатта екеуміз қол ұстасып күнде өтетін едік дейді, Сосын бір кинотеатрға барса, есіне түсіп кетеді. Өйткені әдет болып қалған ғой, ол кинотеатр, ол соның қасында отырған. Ана кафеде ол екеу анау бұрыштағы үстелде айына бір рет келіп отыратын, аптасына бір рет келіп отыратын деген сияқты. Ол немекеннің өзі әдет болып кетті да. Оны өзгертеміз, басқа столикке отырамыз, басқа көшемен жүріп көреміз, басылғанша. Бірақ бір қызығы, жаңағы мейлина булочка қалыптасты, әдет болып кетті ғой. Істемей кеттіңіз ғой. Әлсірейді, бірақ үзіліп кетпейді. Өмір бойы бар ол мәселе. Сол үшін адамдар темекі тастайды да 20 жылдан кейін қайтып бастап кетуі мүмкін да. Өйткені анау үзілген жоқ әлі. Ол үзілмейді. Бірақ әлсіз. Ол жер таңдамайды негізі ми. Жаңа жол таңдап қойған уже. Сондықтан өзімізге уақыт береміз и сол бағытта әрекет етеміз. Азамат мырза, әдет жайлы негізі көп сізді әдет жайлы таниды ғой негізі. Әдет жайлы мынау кітабыңызда тоже айтқансыз, иә? Обязательно. Осы жерде. Қай кітабыңызда? Ол сенде айтылды. Сенде кәдімгідей бұның өзінің аты әдет қалыптастыру әліппесі ғой. Әліппе ғой бұл. Адам бастап яға дейін әдетті қалай қалыптастырамын, ұнайтын әдетті қалай қалыптастырамын, ұнамайтын әдеттен қалай құтыламын деген тақырып қой осы. Сенің ішінде. Сенің ішінде кітап полный жалпы сон тақырыбында екен ғой. Иә. Жүгіру әдеті, не әдеті, міне мысалы Блум таксономиясы тұр, не тұр. Кәдімгідей дилермен көрсетілген, міне ойлану, жоспарлау, әрекет, тұрақтылық, қызығушылық жоғалту стадиялары әдеттің деген сияқты. Осындай мәселелердің бәрі әдетке қатысты формулалармен, зерттеулерімен қандай әрекет жасау керек екені туралы толық осы сен кітабында айтылған. Толық жүгіру әдеті, спортпен айналысу әдеті, дұрыс тамақтану әдеті, жоспарлау әдеті, жазу әдеті, ұйықтау әдеті, барлығы осының ішінде жазылған. Мен егер бұл кітапты оқымаған адам болсам, мен міндетті түрде ұсынамын. Өйткені бұл кітапты оқу керек. Бұл былай айтқанда шетелден неше түрлі жақтан жиналған ақпараттардың сығындысы ғой, қазақша менталитетке сәйкес келтірілген және оңай жолмен. Мен қазір андай ғылыми айтып бере аламын, анау түсінбейді кейбір адамдар. Енді біз қазір мынандай жасап жатырмыз ғой. Мына жерде сен бар, сенің ішінде жаңа әдетке қатысты. Плюс оған қосымша жаңағы әдетке қатысты неше түрлі курстар бар. Қандай курстар? Кезінде біз кәдімгідей сатқан, болған 2 жылдай сен курсы бар, кәдімгі әдетке қатысты. Сосын жазу курсы бар, эмоция курсы бар, сосын спортпен айналысудың қыр-сыры туралы курстар бар. Кейбір кезде біз спортпен өзімізге зиян келтіріп жатамыз. Сондай курс бар, ұйқы курсы бар, жоспарлау курсы бар, қосымша беріліп жатыр қазір сенге. Плюс қазір мынандай бір күшті ұсыныс мен бар. Мен бұл әдеттің психологиялық бағыты. Психология не үшін мен жасай алмай қалдым, не үшін мен жасағым келмейді, не үшін мен қашып жүрмін, не үшін прокрастинация жасап жүрмін, не үшін бұл тақырыптан білмеймін, қолға ала алмай жүрмін.
не үшін мен ерінемін деген психологический ответтер. Психологиялық ответтері неге қатысты? Әдетке қатысты. Екеуін біріктіріп, қасында 12 курсы бар, жалпы құндылығы 1,5 миллионды құрайтын кезіндегі бағасы. Осы екеуін бірге, оған қоса біз қазір Түркияға бір адамға саяхат сыйлаймыз, кітап алғандардың, плюс iPhone сыйлаймыз бір адамға, осыны алғандардың арасында. Осы екеуін қосып 15 мың теңгеге сіздің каналыңыздың оқырмандарына ұсынамыз акциямен, мощный акциямен. Екеуін бірге алады, бүкіл жаңа курстар беріледі, Түркияға саяхат, iPhone ұтып алу мүмкіндігі 15 мың теңге. Егер арасында жаңағы сен кітабын алып қойған кісілер болса, оқыдым бәрін қолданып деген болса, тек қана мен кітабын алса болады, ішінде жаңағы бүкіл курстарымен, плюс жаңағы Түркиясы бар, iPhone-ы бар 7800 теңгеге. Егер де осы кітаптарды алам десеңіздер, осы каналдың описание мен комментарийда сілтеме болады, соған жазыңыздар, сіздерге менеджер ақпарат беріледі бұйырса. Ал әзірге енді өзіңіз каждый Қазақстанның әр қаласында ретрит жасайын деп отырсыз бұйырса. Бұрынғы выпустарда айтқан едік, тек Алматы деп, енді өзгерді, көп запростарға байланысты. Ол жерде қандай тақырып болады? Әдетке байланысты оның ішінде нелер болады? Жалпы қандай тақырыптар қамтылады? Әдетке байланысты толық теориясын өтіп шығамыз. Қандай нәрсе, нейрондар қалай жұмыс істейді, ол неге пайда болды деген сияқты, неге бұзылады деген сияқты. Сосын әр адам өзінің әдеттеріне анализ жасайды. Мынандай, қандай әдеттерімнен құтылым келеді, список жазып шығу керек. Қандай әдеттерімді жалғастырамын, қандай жаңа әдет қосамын. Ота мынандай формула: stop, continue, start. Stop, мына әдеттерді тоқтатуым керек. Continue, мына әдеттер күшті екен, осын жалғастыра беруім керек. Start, мына әдеттерді бастауым керек деген. Тізім жазып алады әркім өзіне. Сосын оған енді тізім жазып алдық, бірақ жасай алмай жатырмын ғой. Енді оған психологиялық тұрғыдан жауап. Неге мен осын істей алмай жатырмын дегенге, ол жерде жауап табады. Теориялық түрін түсіндіреміз, практика болады, сосын жазбаша бекітеді. Бүкіл тақырыптарға осы бір адамның былай айтқанда өмірімді 180 градусқа өзгертуге деген бүкіл құралдар сол жерде 2 күн таңертең кешке дейін беріледі. Одан кейін 90 күн бойы олар жоспар құрып алады, 90 күн бойы бір-біріне дұрыс ортамен бір-біріне итермелеп мотивация беріп жүреді. Осында бір күшті 2 күндік мощный ретрит, ол жерге бәрін шақырамын. Единственный, ол жерге келетін болсаңыз, сіз мына кітаптарды оқып алып келсеңіз күшті болар еді. Неге? Өйткені менің әңгімелерімді тереңірек түсінеді, тезірек түсінеді. Сол кезде жалпы топтың прогрессі тез болса, мен де көбірек ақпарат айтып үлгеремін. Егер түсіне алмай жатса, ақпарат азаяды. Бірақ дегенмен мүмкін емес болса, конечно, не емес, бәрібір түсінесіз, бірақ мынаны оқып келсеңіз, менің тілімді оңайырақ түсінетін едіңіз, фундаментіңіз уже бар болып келетін еді. Ал достар, ретрит жайлы да төменде комментарий мен описаниеде сілтеме бар, соған басып, жазып, толық ақпарат беріңіздер. Және де бұл жерде айтылмаған да кейбір тақырыптар бар. Соны сіздерге менеджерлар толық ақпарат беретін болады. Ал әзірге енді келесі шығарылым қандай тақырып таңдаймыз? Мета бағдарламалар керек. Мета? Бағдарлама 14 түрлі. 14 түрлі адамның басындағы бактар деп айттық қой. Убеждениелер, жаңа сынық дедіңіз, тағындайлар бар. Тастанды, сынық, перфекционизм, катастрофизация, жаңағы әлсіздік, қолымнан келмейді деген сенім. Сосын не бар? Не бар? Байланысып қалған баласы мен мамасы. Сепарацияланбаған, сондай нәрселер бар. Соларды каждыйына бөлек-бөлек жасаймыз. Ал достар, келесі шығарылымда сіздермен кездескенше.